Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Бүгінгі сабақта біз Сердокян деген теңсіздіктерді дәлелдеуге арналған кітаптың есептерін қарастыратын боламыз. Олай болса кеттік. Жалпы енді бұндай есептерді шығару үшін бастапқы есептері осындай форматта оңай түрде беріледі, кейін күрделене береді. Теңсіздікті дәлелдеу үшін екі жағында квадраттауымыз керек. Сонда біз x минус y-тің квадраты кіші 1 минус x y-тің квадраты деген өрнекті аламыз. Әрі қарай жақшаларды ашып түрлендіреміз. Сонда x квадрат минус 2xy плюс y квадрат кіші 1 минус 2xy плюс x-тің квадраты және y-тің квадраты болып ашылады. Бұл жерде енді 2xy-терді біз қысқартып жіберсек болады. X квадрат, y квадрат қосылған 1. Және мына x квадрат пен y квадратты біз оң жақ қарай өткізіп алсақ болады. Сонда минус x квадрат минус y квадрат үлкен нөлден болып өзгереді. Топтастырамыз. Жақшаның сыртына x квадрат шығаратын болсақ, y квадрат минус 1 деген қалады. Ал мына жерден біз жақшаның сыртына минус шығарып жіберсек, y квадрат минус 1 үлкен нөлден дегенді аламыз. Енді біз y квадрат минус 1-ді тағы да жақшаның сыртына шығару арқылы x квадрат минус 1 үлкен нөлден дегенді аламыз. Және осы жерде шарт бар бізде. x және модуль y ол бізде 1-ден кіші болады. Яғни x-ті квадраттайтын болсақ, ол бәрібір 1-ден кішкентай болады. Онда y-іміз бізде 1-ден кішкентай болса, одан біз 1-ді азайтсақ, онда 0-ден кішкентай сан шығады. X квадраттан 1-ді азайтсақ, тоже 0-ден кішкентай сан шығады. Ал 2 теріс санын көбейтіндісі ол 0-ден үлкен болады. Теңсіздік дәлелденді.